Беймегүл вообще қуайсыз ғой, не істеп жатсыз? Ой, анда бастық қой, бүкіл терезені жұғызып жатыр маған. Жындыма қуайсыз ғой, мамандарды шақырмай ма? Айғыз қылмай, дұрыстап жусаңдаршы, газетпен дұрыстап әдемелеп жан-жағын бәрін. Сүртіп жатыр екен, күшті сүртіп жатырмын ше. Әлі сыпырмағасындар ма? Тездетіндерші, сағат 7-ке той басталады уже. Биба, отчеттың бәрін істеп қойсан, кофе әкеп берші маған. Айгерім, мына жерін полын сүртіп жіберсейші, кіріп өкетті. Жайнап ше, сізгі чересчур болып кетпеді ма? Біз бұл жерде пол жуатын или бір уборщица емеспіз ғой. Менеджеріміз ғой, әжептеріне тойды басқарып не қылып жүрген. Ешқандай да чересчур емес, мен емес сонда. Кофе әкелетін бөлек адам, полды жуатын бөлек адам, терезе жуатын. В общем, бөлек адам шақырып отырам ба? Біз маманбыз ғой, уборщица емеспіз ғой. Жа болып істеп мақұл кофе, шайыңыз мақұл да, анау терезені жуғыз қойғаныз, екінші этаждағы. Нормальный адамдар бар ғой, мамандар бар ғой, өзі арнайы тазалайды. Сондайларды шақырмайсыз ба клинерлерді? Diamond сервис деген бар, осындай зданиялардың сыртындағы бүкіл терезені өздері вышка шақырып жуады, безопасно. Ертең құлап қалсақ не боламыз? Ойпырмай, жұмсаса өстіп әңгімелерін көбейіп кетеді ғойше екеуінің де. Бәрібір қарқып істеп атқан жоқсыңдар ана. Не дедің жаңағы? Diamond дедің ба? Соны шақырсақ шақырайықшы. Шақырамын ақшасын төлеп та, бірақ бәрін көріп алыңдар. Одан кейін тура сондай тап-таза қылып отырыңдар. Шынымен Diamond сервис тап-таза қойыпты ғой. Соны айтып жатыр қой, шақырамыз. Көздері ашылып, люстраның жан-жақтың бәрі ауасының өзі күшті.